Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге курзе деп аталатын ыстық тағамның рецептімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады, дайындалуы да қиын емес, қамыры осындай езілмей әп-әдемі болып піседі. Ендеше видеоны тамашаламас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда сіз каналда шыққан видеоларды бірінші болып тамашалайсыз, және де каналымды жоғалтып алмайсыз. Ең алдымен ендеше қамырын дайындайық. Ол үшін бізге 500 грамм ұнға, 1 шай қасық тұз, және де 200 мл өте салқын мұздай суды құямыз. Және 1 жұмыртқаны қосып, араластырып, қамыр жасаймыз. Басында қамырды жасаған кезде сізге суы аз секілді болып көрінуі мүмкін, жасалу қиын болып көрінеді, бірақ сонда да артық су қоспаңыз. Осылай жақсылап кішкене біріккенше дейін қатты қолыңызбен басып, қамырды ортаға жинап, осылай біріккен кезде целлофанға салып, бір жарты сағат 20 минуттай қойып қойыңыз. Оған дейін салмасын дайындай берейік. Ол үшін бізге 500 грамм тартылған ет керек. Және де оған осындай бір орташа көлемдегі 2 пиязды, немесе мясорубкадан бірге өткізсеңіз болады пиязды бірден, немесе осылай теркамен жақсылап ұсақтап теркадан өткізіп аламыз. Енді осының үстіне 1 шай қасық тұз, қара бұрыш шамалы қызыл бұрыш қосамыз. Жарты шай қасық паприка, жарты шай қасық кориандр дәмдеуші, немесе қалауыңыз бойынша басқасын қоссаңыз болады. 1 ас қасық томат пастасы, 1 ас қасық қаймақ, және де кинза мен укропты турап қоссаңыз болады. Егер кинзаның дәмі ұнамаса, тек қана укроп қосуға болады. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Міне осымен біздің начинкамыз да дайын болды. Начинканы дайындап болғанша біздің қойып қойған қамырымызды жақсылап жұмсарды. Енді осы жұмсарып тұрған қамырымызды тағы да жақсылап басып осылай ортаға жинаймыз. Көрдіңіздер ме, қамыр біраз тұрғаннан кейін өте жақсы болып беті тегістелді. Енді осы күйінде тағы да 30-40 минуттай целлофанға салып қойып қою керек. Өйткені ол әлі қатты болып тұрғанда сіз жасай алмайсыз. Міне біз 40 минуттай қамыр тұрды. Сол кезде сіздің қамырыңыз енді жұмыс істеуге дайын болады. Өте жұмсақ болады. Қамырымызды енді өзіңіз қалаған бөліктерге бөлесіз. Ортасы барлығы осында теп-тегіс болады. Осында мен 4 бөлікке бөліп алдым. Шағын қылып, жаюға ыңғайлы болсын деп. Және қалған 3 бөлігін осылай жаюға ыңғайлап, домалақтап, оны да қайтып целлофанға салып қоямыз. Енді 1 бөлігін өте жұқа етіп, жақсылап жайып аламыз. Кәдімгі манты жасағандағыдай, пельмени жасағандағыдай қалыңдықта жаямыз. Және де осылай дөңгелек етіп кесіп аламыз стаканның көмегімен, немесе осындай формаңыздың көмегімен. Менде диаметрі 6 см. Кесіп дайындап алғаннан кейін осылай бір-бірінің үстіне жинап қойсақ, асты сонда кеуіп қалмайды. Кеппегендіктен ол жақсы жабысатын болады. Салманы да жасар алдында осылай араластырып алыңыз, астындағы ылғалының барлығы жақсылап араласады. Және айтуды ұмытып кеттім, қамырды жайған кезде ұнды қолданбасаңыз да болады, себебі қамыр жабыспайтын өте әдемі болады. Енді ортасына жарты ас қасықтай осылай салмасын саламыз. Салманы жақсы көбірек етіп салыңыз, себебі піскен кезде ол кіп-кішкентай болып жиналып қалады. Енді осылай екі жағынан, видеода көріп тұрғандарыңызда, екі жағынан қолмен жинап отырып, осылай жақсылап қысып, өрген секілді, косичка деп айтады ғой, солай жинап шығамыз. Қалауыңыз бойынша жасасаңыз болады, вареники секілді жасасаңыз да болады, немесе пельмени секілді түйсеңіз де болады. Негізі курзені осылай түйеді. Дәл осылай барлығын жақсылап түйіп аламыз. Дөңгелектерді алған кезде астыңғы жағына салыңыз салмаңызды. Төмен қарап тұрған жағы өте жақсы жабысатын болады. Жоғары ашық тұрған жағы ол кішкене кеуіп қалады. Оны да есіңізден шығармаңыз. Дәл осылай қамырдың барлығын түйіп дайындап аламыз.
Енді күрземізді үлкенірек ыдысқа пісіреміз. Ыдысқа су құйып, шамалы тұз қосамыз, және де бір ас қасықтай сұйық май қоссаңыз болады, араласқан кезде бір-біріне жабыспайтындай. Міне біздің суымыз да жақсылап қайнады. Енді осылай қайнап тұрған кезде күрзені саламыз. Дәл осы рецепт бойынша жасайтын болсаңыз, 2 рет пісіретіндей күрзе шығады. Барлығын бірдей салмаңыз. Дәл осы рецепт бойынша жасалған күрзенің тең жартысын пісіріп аламыз. Қалған тең жартысын қатырып қойсаңыз да болады, немесе екінші рет салып пісірсеңіз болады. Міне осылай бір 5 минутта ол уже жақсылап үстіге көтеріледі, және де осылай көтерілгеннен кейін тағы да 5 минуттай, сонда жалпы 10 минуттың ішінде біздің тағамымыз піседі. Піскеннен кейін осылай ыдысымызға судан шығарып аламыз, және де жабысып қалмау үшін үстіне осындай сары май салсаңыз, одан да дәмді болып шығады. Қалауыңыз бойынша кішірек ыдысқа салып үстіне шамалы сорпа құйып ішсеңіз де болады, немесе үстіне подлив жасасаңыз да болады. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді, ортасындағы сорпасымен прям сочный болып шығады. Дәмі керемет, еті де дәмді. Видео ұнаса лайк басып, астына комментарий қалдырсаңыздар, қуанып қалар едім. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.